жайылмады. Сол аста болдық. Одан кейін башында әлемнің әрбір Қайтала келе беріңдер. Әдем уақытта келді. Папасы қайсы папасы? Салмасыздар. Папасы olsun sen, papасы, чемпион. Папасыздар. Келіп суретке түсейік қазір. Ne kadar kelek jigitler barımız. батыры асу алмамай, сарсу алмамай жаңа татыс қаласында. Құрметті шараға қатысуда. Ал талаштың белсенді чемпионға жолдасы. Kanka fıta koyayım. Ay aynalayın. Sakın. Böyle koruyor aynalayın. Bana ballar geldi benim. Sarысу жұртшылығы, армысыздар, қадірменді көпшілік қауым. Жерлесіміз Америка құрама штаты Нэшвиллде өткен ережесі жекпе-жек турнирінде жеңіске жеткен Асу Абайұлын бүгін туған елі Сарысу жері ел болып күтіп алуда. Қош келдің Жамбыл облысының жолбарысы, Сарысудың сырттаны Асу Абайұлы Алмабаев. Баршаңызға қуаныш құтты болсын дейміз, ардақты әлеумет. Асу бауырымыз бүгінде еліміздің ғана емес барша әлемнің мақтанышы, ауданымыздың, қазақ елінің спорт өнерінің мәртебесін көтеріп, Америка төрінде көк туымызды көкке желбіретіп, қазақ елін күллі мәшһүр ғаламға танытайын. Еншілеп, жаңғыртып, жартастарын қаратау қасиетті асқар белді. Өйткені әлемді мойындатып, көктуді желбіретіп, батыр келді. Сайғылып қазақ атты атымызға ел болып қарсы алдық қой, асу ерді. Ашық боп жолың әрқашан, ісіңді Алла оңғарсын. Дұшпан жоқ боп қасында, көп болсын деймін жолдасың. Тұғырдан түсте биіктеп, белбеуді қолға алғасын. Қажымұқандай бабаңдай, тимесін жерге жамбасың. Басқақ биек алатауым, тебіреніп кең дала.
қауым. Сәкендей әкімге де мың рахмет. Жөнімен шеше білген істің жайын. Ел үшін ту көтерген азаматты үлгісін көрсетуде ұлықтаудың айды. Кешегі жекпе-жекте көрген кезде айналдым асу жаным кебісінен. Қарсыласты құшақтап қос бүйірден ұрған кезде қарсыластың қабырғасы сөгітілген. Әрине оңайлықпен келген жоқ қой, асуының құттықтаймын жеңісіңмен ай берем. Дүбірмен дүркіретіп даламызды, алды құрлықпен араластырып арамызды. Абылай Кенесары армандаған, әлемде көтердің ғой бағамызды. Әр уақыттан ризағып ұрықтанып, орнынан бір аунаттың бабамызды. Әр жарыста жеңіс туын желбіретіп, жеңіспен қуанта бер қазағында ойды. Сүрлеулі мұн өмірдің жолы қатпар, сыйынып тәубе етсең Алла сақтар. Дегенмен жүрегіңде иман болсын, адамдық адалдыққа жолды бастар. Ел үшін ту көтерген ардақтерді қашанда құрмет қылып елі мақтар. Ел намысын көтеретін топ ішінде өзіңде көп болсынша азаматтар Асу Абайұлы. Бүгін баршамызды өзі жеңісімен қуанышқа бөлеген Асу бауырымызды қарсы алу үшін жиналып тұр. Кеше ғана төрткүл дүниені дүр сілкіндіріп, сары суылық сайып қыран спорт индустриясында жасындай жарқырады. Сонау Америка құрама штатында қарсыласын екінші раундта жеңіп, қазақ елінің абыройын әлемге паш етті. Асу бағындырған асуды кәсіпқой спортта, облыста әлі ешкім бағындырған жоқ. Сондықтан біздің оғланның жеңісі шаттануға тұрарлық. Әлемді мойындатып үлгерген бауырымыздың әлемдік деңгейдегі жеңістердің басы деп қабылдайық. Әлі әлемді мойындатып, спорт сахнасында ойып алар орның болсын бауырым. Біздің аудан өзіңге жанкүйер, алар асуың биік болсын асу. Мерейің үстем, жетістігің баянды болсын. Құрметті ағайын, батырымызды қарсы алып, күтіп алып жатқаннан кейін бұл кісіге үстіне шапан жауып, астына түйе мінгізсек пе деген жоспарымыз бар. Бәрекелді. Және ауданда сіңірген еңбек үшін деген медальмен марапаттағымыз келіп отыр. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Сарысу ауданына сіңірген еңбек үшін төс белгісі кеудесіне тағылып жатыр. Қошемет. Ауданымызға артар абыройыңмен жеңісті күндерің көп болсын Асу Абайұлы. Туғыл шапалақ. Жақсы көңіл күйде тұрып, себебі біздің ауданымыздың бүкіл Қазақстанды дүние жүзіне аян еткен асуымыз өз еліне келіп, атасына, әжесіне сәлем беруге келген сәтінде сіздермен бірге қарсы алып тұрып, ережесіз жекпе-жек айтуға оңай, қиын тер төгетін спорт түрі. Асу алда алар асуларын көп болсын. Жеңісті ауданымыз бүкіл біз сенімен мақтан тұтамыз. Және осы жеңісің үшін Сарысу ауданының құрмет грамотасымен құттықтауға рұқсат ет. Тамаша. Ассалаумағалейкум, құрметті аудан жұртшылығы, бүгінгі кереметтей шараға жиналған барша қауым, осындағы біздің тек қана ауданымыздың емес, күллі республикамыздың атын шығарып отқан
Асу бауырымызды осы бір үлкен қадаммен шын жүректен құттықтаймыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Барлық мадақ мақтау Аллаға тән, Алла қаласа үлкен жетістіктерге жетіп, кеше осында жігіттер айтып жатыр, осы жерге Алла қаласа келесіде UFC-дің арнайы чемпиондық белбеуімен келіп, осы Сарысуда барлығымыз сол белбеуін ұстап суретке түсуді жасты енді. Аумин. Құрметті қалайық аудан тұрғындары, құрметті зиялы қауым өкілдері, ардагерлер, бүгін біздің ауданымызда Ақтүйенің қаны жарылып жатыр. Демек, Асу бауырымыздың әлемді мойындатып, бүкіл Қазақстанның көк туының аспанда желбіреткені құтты болсын. Сен бүкіл Қазақстанға көрсеткенмен жамбыл ол, соның ішінде Сарысудан Жаңаталап ауылының тұғырын кереметін көрсеттің қарағым. Сенің алдағы уақытта талай жеңісті тілейміз, жолың ашық болсын, жасай бер, биіктің тұғырынан көріне бер. Қошеметтеп, қолғаста қойыңыздар. Бәрекелді. Тамаша, бері қарай қарады ғой, мирас, бері қарай қарады ғой. İşte dal olmasın. Alakanların berekeli olsun, küllerin berekeli olsun. Kabısların tasıp dursun, avroyların asıp dursun, dostların basıp dursun, düşmanların sasıp dursun. Avlumuzun, avdanımızın, kazağımızın asını götürebilir. En yukarı saparı, yukarı dereceli sporcularını Katar'dan tutar koçuyor. Neşmiş, sağ olun. Bata vereyim, asıl sözün kereyin. Zülbür etip köktüdüp, denizke jetip her daim. Altı versin meleğin. Çerkre bağın açılsın, yoluna var şaşılsın. Karşılasın köğüne kıymalıydı körgünde. Su sökündey basılsın. Tedenin büyüktesin, yerine süyüktesin. Avroy ve Allah жақсыларын жиіптерсін. Allah akbar, Allah kabul etsin. Asu! 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 Құрметті қонақтар, сәл сабыр қылайық. Асу батыр әлі де арамызда жүреді. Бір-екі күн құрметті қонағымыз болады. Баршаңыздың үйлеріңізге шақырып, алтын дәмдеріңізден бер жіберсеңіздер де уақыт табылады. Ассалаумағалейкум. Қонақ қып, осылай елім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қаяқтан болады дейді ғой, Қазақстан. Сонда осындай елеп, осындай аудан әкімі болып, барша жұртшылық болып шақырып, елеп атқандарыңызға көп рахмет. Алла разы болсын. Үлкен кісілеріміз, жас буындарымыз, осындай үлкен кісілердің батасымен жас буындардың бізге қарап, үміт етіп, осындай болам деген ниеттеріне лайықты болсақ, сол біз үшін үлкен мәртебе болып саналады. Сондықтан көрсетіп жатқан құрметтеріңізге көп рахмет. Еліміздің, халқымыздың абыройын, туын әлі талай биіктерден көрсетуге тырысамыз. Осындай емін еркін басқа мемлекеттерге барып ұшып, сол мемлекетте туымызды көтеріп, қайтадан елімізге оралып жүргеннің бәрінің арқасы, елдің тыныштығының арқасында. Елбасымыз аман болсын, еліміз аман болсын, осындай аудан, ауылдарымыз аман болсын. Әрбір спортта осындай қиын заттардың бәрінде осындай ауылдан шығады, ауылдың балаларының жүрегі таза болады. Өйткені сондай үлкен жетістіктерге жүрегі таза,
жүріп білегі таза, мықты азаматтар биіктікке жетеді деп ойлаймын. Көріп тұрғандарыңыз енді үлкен алып болмасақ та, сондай биік туларды көтеріп жүрген жайымыз бар әлемдік деңгейде. Сондықтан күтіп жатқандарыңызға, көңіл бөліп жатқандарыңызға, ниеттеріңізге, тілектеріңізге бәріне Алла разы болсын. Рахмет. Қазақта жақсы сөз бар. Қошқар болар, қозының маңдай жері дөң болар дейді. Осындай арыстанымыздың дүниеге келуіне себепші болған, жекпе-жекте қарсыласын жерге алып ұрып жатқан кезде тақымын қысып отырған арамызда Асу бауырымыздың әкесі тұр. Асқар әкесіне де ақ тілекті тыңдау үшін сөз берейік. Аса құрметті қазақ елі, Дархан қазақ елі. Мынау бүгінгі ұлымыз Асу Алмабаевтың туған елде ел болмайды, туған жерде жер болмайды дейді. Туған елі Сарысу ауданы Жаңаталап елді мекені. Соның ішінде мынау Жаңатас қаласының әкімшілігіне баршаңызға мың алғыс. Алла осы асуымыздың алар асуы биік болсын. Қазақстанымыздың алталаштың туын желбіретіп, Алланың қалауымен амандық болса, осы Сарысу алталаштың төрінде үй-сыйдың алтын белбеуін күтуді Алла нәсіп етсін. Бәріңізді осындай құрметті күнмен құттықтаймын. Алла айналайын жастар, осы ұлымыз Асу Алмабаевты үлгілі болыңдар. Еліңе, халқыңа, отаныңа адал қызмет еткен жақсы елдің елеулісі, халықтың қалаулысы болуды Алла нәсіп етсін. Құрметті билік басындағы отырған осы жерде, осы Сарысу мемлекетіне, Сарысу елімізге, жерімізге, халқымызға қызмет қылып атқан билік басындағы басшыларға мың алғыс. Алла тілеген, осы халықтың тілеген дұға тілектері қабыл болсын, бәрі құтты болсын, той құтты болсын ағайын, той боласын. Сарысу өңірінде Ақтөбенің қарын жағып жатқан той болып жатыр. Елдің атын ер шығарады деген біздің асу баламыз атымызды шығарып, бүкіл жер жүзіне, мұхиттың ар жағында, Ақш елінде көк туымызды желбіретіп қайтты. Әлгі туған жерге туыңды тіктеген сол жеңісін бүгін топырағымызға алып келіп, бүкіл Сарысу халқын қуандырып жатыр. Мен өзінің әкесі ретінде, жақын жанкүйері ретінде асу балама, асу алар биігі алда болсын деп тілеймін. Осы әлі чемпиондық тәжбен келіп, бүкіл Сарысу елін көкке паш етіп, жарқыратып көрсетеді деген сенімдемін. Рахмет. Аудан тұрғындары бүгін өзің ортамызға әлемден атын шығарып, ауданымыздың спортының, облысымыздың, еліміздің спортын дүниежүзіне паш еткен азамат Асу баламыз келіп жатыр. Бұның жеңісі алдағы уақытта жалғасып, алтын белбеуге болып, жаңағы жеңіске, алтын белбеулі жеңісін аудан орталығында қарсы алып тойлай берейік. Ауданымыздың спортын дамыта берсін, дами берсін. Асу бауырымызға әр уақытта денсаулық, мықты, жақсы табыс тілейміз. Ардақты ағайын, ассаламағалейкум ардақты ағайындар, құрметті бауырлар. Бүгін бір тарихи сәттің куәсі болып отырмыз. Біздің бауырымыз, жерлесіміз, Қазақстанда дүниежүзілік спорттық сайыста өзінің ерекше жетістіктерімен бүкіл қазақ елін қуанышқа бөлеп отырған Америка елінде, Америка төрінде қазақ елінің көк туын көкке желбіреткен Асу Алмабаевларыңызды құрмет қошаметпен қарсы алыңыздар ардақты ағайын. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Облыс әкімі болып бар күтіп жатыр. Аллах разы болсын. Осындай ұлдарыңызға, осы елден шыққан, осы топырақта аунап өскен әнелеріңізге, бауырларыңызға, осындай құрмет көрсетіп жатқандарыңызға, әрқайсымыздың үйіңізде, әрқайсымыздың отбасымызда мықты чемпиондар, бізден екі есе асып түсетін қазақтың туын, қазақтың абыройын әлі үлкен биік шыңдарда көтеретін азаматтар, сіздердің де үйлеріңізден болашақ батырлар шығуын нәсіп етсін Алла Тағала. Сондықтан үлкен аталарымызға көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп осы жерге келіп, ұлдарыңызға, баталарыңызды беріп жатқандарыңызға, жалпы құрмет тілектеріңізге, ниеттеріңізге баршаңызға рахмет. Және елдің алдында қазақтың туын көтеріп, сондай шет елде абырой болып жатыр. Бірінші Аллахтың, бірінші осы сіздердің дұға тілектеріңіздің арқасында, еңбегіміздің арқасында. Сондықтан еліміздің көк байрағы төмен түспесін,
қандай спорттың түрі болмасын, қандай мамандықтың түрі болмасын, барлық әрқайсымыз өзіміздің бастаған ісімізде мықты чемпион болып жүре беруімізді нәсіп етсін. Еліміз аман, бейбітшілігіміз қияметке дейін болсын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Құрметті сарсұлықтар, жерлестер, бауырлар, ағайындар. Бүгін мінекей баламыз Асу мұхиттың арғы жетінен үлкен жеңіспен туған жеріне келіп сәлем беріп жатыр. Қадамы құтты болсын. Енді айтатын болсақ, Асу бауырымыздың алған белесі өте үлкен. Американың бұрынғы президенті Трамптың өзі құттықтап мақтап жатыр. Сондықтан да белгілі шығар қандай не алған. Негізі қазақтың атын шығарып жүрген жастарымыз көп, әр саладан. Білімнен, мәдениеттен, спорттан. Біздің арамызда қазір спорттың осы түрінен үлкен жетістіктерге жетіп, осындай мәртебеге жетіп отқан бауырымыз келіп тұр. Енді бауырымызға айтатынымыз, мынау ауылда бүкіл ел, қазақ елі тақ қысып отырды. Осы баламыз қалай болады екен. Міне жеңісті алдым. Ал енді айтатынымыз айналайын. Баяғыда өсіріп кірген кезде бүкіл қазақ соның соңынан еріп көптеген сессиялар, нелер ашылып, жігіттердің арасынан өте көп үлкен азаматтар шықты. Сенің де айналайын жолың болып, сенің жолың қуаты. Қазір осында жас балалар, ауылдағы жас балалар бәрі әлі де жолыңды қуатын білеміз. Солардан үлкен азаматтар шыға берсін. Егер қолыңнан келіп жатса, солардың үйірме ашып, Құда қаласа атақты балаларды шығара бер. Анау Қонаев атамыз айтады ғой, мен қанша биікке көтерілсем де халықтан биік болған жоқпын деп. Сондықтан артында мына халқың бар, елің бар, қолдап жатқан. Ешқашан ұмытпа еліңді. Өзің сияқты азаматтар шыға берсін, ақ жол тілейміз. Бақытты бол. Бауырлар, мынау үлкен кереметті жиын болып жатыр. Ысты баба, Тілек бабаның басында Асу бауырымыздың кезекті жеңісті айтамыз, Алла қаласа. Яғни талай жеңіске жетеді Асу бауырымыз. Неғыл дейміз, тек қана жақсылық болсын. Осының бәрі Ысты Тілек бабаның ұрпақтарының арқасында, ауызбіршіліктің арқасында осы жиналып жатырмыз. Бұдан да талай қызықты жиындарда жолыға береміз. Ауызбіршіліктің арқасы, ауызбіршілігіміз аман, мықты болсын, берік болсын. Асу бауырымыз уақытта қалса, әлде де талай жеңістер тілейміз. Қайда жүрсең де Асу бауырым аман бол. Мынау керекті жеңісің ғой, одан да мықты асулардан өте бер. Біз әрқашанда тартымызды басып отырамыз, бауырымыз істеп жатса да. Тек қана біз біргеміз, бәріміз. Алла разы болсын баршаңызға. Ауызбіршіліктің арқасы болсын бәрі. Рахмет, ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті мына жиынға жиналған көпшілік ағайындар. Мына бүгін өздеріңіз біліп отырсыздар, ақ түйенің қарны жарылған үлкен бір жақсы қуаныш, жүрек жарды қуаныш болып жатыр. Барлықтарыңыз осы мына Асу баламыздың үлкен жеңісімен құттықтайтын келіп тұр. Айналайын Асу, өзіңнің атыңды да тауып қойған екен. Атамыздың аңызларына рахмет. Осы Асудан түспей жоғары қарай өрлей беруіңізді тілектеспіз. Әр уақытта биіктен көрінуі. Осы ағайынның бәрі сіздің сен тілеу қорың депсің. Рахмет. Аяқ, сөйлеп жүріңіз. Ардақты ағайын, қадірменде жиылған қауым, бүгін біз өте бір қуанышты күннің сәтінде отырмыз. Біздің бауырымыз, Асу бауырымыз, сонау Американың төрінде қазақтың кім екенін көрсетіп, үлкен мәртебеге қуанышқа бөлеп жатыр. Асу деп тегін қоймағаса керек атын, тектіліктің белгісі бұл. Сол Асу, сол биік Асудан асып келіп, бүгін міне қазақ елін, соның ішінде өзінің кіндік қаны тамған жер, Сарысу жері, қасиетті киелі жерде өзінің қуанышын қарсы алып отыр. Құрметті ағайын, біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан Асу бауырымызға алдағы уақыттарда үлкен биіктерден, жеңістерден көрінетініне біз үлкен сенім білдіреміз. Айналайын Асу, міне деніңе саулық,
тек қана үлкен бұл жеңіс еңбекпен келгенін білеміз. Сондай еңбектің нәсібесін көре бер. Құтты болсын. Құрметті жиналған аудан тұрғындары, ағайындар, өшеде көршілер, спортты жақтайтын спортшылар қауым бәріміз бүгін ауданымызда үлкен іс-шара өтіп жатыр. Жаңа ғана Жаңатас қаласында аудан басшылығы асу бауырымызды күтіп алып, астына ақ атан мінгізіп, оның құрметтеп, үстіне шапанын жауып, ақындарымыз арнап жатыр, тілектерін айтып жатыр. Міне қазір бәріміз осы өзінің ата тегі жатқан, мынау ата бабамыз жатқан жер ысты Тілек бабаның басына келіп, арнайы тоқтап, ат басын бұрып айланып, осы жерден бата алып жатыр. Сол бата қабыл бола берсін. Биыл біздің Сарысу ауданында осы 6 айлықта 7 адам Азия біріншілігінде жеңімпаз болды, жүлдегер болды. Міне соның бәрінен енді 8-ші болған асу бауырымыз Тынық мұхитының ар жағында үлкен Америка үлкен құрама штатында үлкен турнирде жеңімпаз болып, сол жалғасын тауып жатыр. Міне асу бұдан да жоғарғы асуларға жете бер айналайын. Денің сау болсын. Біз сен әлемге өзіңнің ойыныңды көріп, сол кезде барлығымыз тағымыз қол шапалақтап бүкіл жанұямызбен қоштап отырдық. Денің сау болсын, алла расуларын көп болсын айналайын. Үлкен жеңістерден көрейік сен. Игілік тұлпар, ер тұрманымен жабдықталған ат мінгіземіз қадірлі ағайын. Құрмет қошаметтеріңізді аямаңыздар. Келерден тарап туған өр намыстан жаратылған қошаметтеріңіз болсын ардақтан ағайын. Ай, тамаша. Қошаметтеріңіз аймаңыздар. Той құтты болсын ардақтан ағайын. Қазақ елінің тойы құтты болсын. Ай, бәрекелді. Olmayın desem ağam, olmayın desem mına bazar koldarsın, kıdırın kıyalasın, görüştürülür yalvasın. Eldin şehdi cavsız olsun, eldin şırdavsız olsun. Artkanın tüyü olsun, sağlanın iyi olsun, sevgiyenin kovun olsun, aytkanın ödün olsun. Orasın tasız bulsun, nereyen asız bulsun. Olmayın, Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Yâsîn el-Kur'ânil Hakîm. إنك لمن المرسلين قد صراط مستقيم تنزيل من رسول لقد أخذ أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا لكم مخمصون وجعلنا بين أيديكم سدا ومن خلفكم سدا فغشينا فهم لا يبصرون وسوى هديكم أن تكون ولا تنبكم ولا يؤمنون حين لا تكذب إنك نأخذ الموت وخذ المغفر كل شيء نحصينا فيما آمين. Selavat Kur'an salavat iman olsun. Kasiyet toplumdan yakın sürefen bağın sağlıkta Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamberlerine, sahabalarına, imanlarına, hevci hemdiyelerine осы kasiyetli sıklık babanın her var осы babanın қолдап қорғап жасаған амалдарының кем-кеті осы толтырып Алла жақсылыққа нәсібесін хейран болып сатқан Allah'ın жаған қауымның Алла тілектерін әрқашанда отбасыларына амандық саулық тілеген тілектерін жасаған ғибадаттарын бауырымыздың жасаған ғибадаты Allah'ынан сүйіндіріп Алла ұзағынан болсын. Алла осы халықтың елдің азаматы болуға Алла нәсіп етсін. Рахматына дүние хасанаты уақына қазандар, рахмат елхан рахмат, Аллаху акбар. Бүгін мына ауылымызға жерлесіміз, бір бауырымыз Асау Алмабай бауырымыз келген соң күтуге Насып бабамызда жиналып, өте үлкен құрметпен қарсы алды. Халқымызға рахмет, көп жиналып, әдемі бір кездесу болды. Рахмет.
Былай шықсын соң ал құтты болсын мына туған жеріне келді балаларыңыз. Балапаныңыз келді апа. Ей жаным. Көзді көрмейді ғой. Мына күштегі, мына кәмсіздегі. Canım Тойды белеске жете берілген. Рахмет. Туғысына. Алла денсаулығын берсін. Қазақстанның әйгілі чемпионы болсын. Чемпион болсын. Сен аман есен алсын. Әйгілі чемпион болсын. Бірақ болам аман есен шауып Алла мұнда бір құдайға шүкір Алла. Енді мынау асудың еліміздің азаматы деп ыстық ықыластарыңызбенен үлес қосып жатқан барлық азаматтарға, азаматшаларға мынау Алмекенің отбасының атынан бір ауыз рахмет айтқымыз келеді. Жиен аяқ жаққа басып кел. Коммунардың қызы кел. Құтты болсын, құрметті нағашылары. Тойға де. Кішкентай нағашы кішкентай екен демейді, ескеріп келгендеріңіз рахмет. Баланың еңбегі жана берсін, дені сау болсын, әрдайым биіктен көрінсін. Ойын таласа болса да көріп тұрсыздар, баланың қандай екенін. Әлгі ананың жақсы болу керек, не келді. Қолың жақсы болса, анасы жақсы, ие жақсы болған дейді. Сол сияқты сөзге деген анасына берейін, негізгі анада ғой бәрі де. Қуанышқа жиналған көпшілік, қуанышқаныңызға ортақ құтты болсын. Айналайын асу, менің аузымда ұлдың да қыздың да бірі өтен, менің аузымда сүйген немерем асуым. Мынау биіктен көрінгенің құтты болсын, денің сау болсын, аман есен бала-шағаның ортасында, атаң мен апаңның, әкең мен шешеңнің ортасында, біздердің ортамызда аман есен жүре бер. Сенің осындай қызықтарыңа біз куәгер болайық, айналайын. Көп жаса, жасыңыз бақ болсын. Бұдан да биік болсын, дені сау болсын, Алла рахымы мол болып, әрбір шыққан жекпе-жегінде жеңіспен оралар жарайын. Өзіңе зақым келмесін, дені сау болып, басыңа анаң болсын айналайын. Бала-шаға өзі болсын, соларды қазағын сенде көріп. Мына Алмай атаң сияқты, Бүркінай атаң сияқты, мына Бейсекүл, Әлемен Ақтай әрілерің сияқты сенде де үлкен өзі өнімдер, бүкіл шағырақтың егесі ондар, текті өсіңдер, сол тектілерін жоғалтпаңдар. Спортпен айналысқан балалар мінекей. Спортпен айналысқан республика мықты болады. Спортпен айналысқан балалар өте тәртіпті болады. Жақсы болады. Ешкім алғын аттамайды. Қандай үлкен еңбекпен келеді. Ата-аналарға көп рахмет. Осындай балаларды асырасın. Бәрімізді балаларды өсіруіміз керек. Бәрі мықты болсын. Аман сау болсын бәрі. Кореяларымыз мінекей. Осындай балаларды осындай қызыққа жеткізе берейік бәрімізді. Мінекей біздің көптайымызды өткізді қазақ елінің әлемде танытқан асу болсын, келген себебіне байланысты бүгін қас қосудамыз. Алмабай көке мынау бөлмеға қашанда енді ол мына сіздердің тікелей ойыңызды ортақтарыңыз қазақ еліне көпір тегіс келіп отыр. Сондықтан мынау абай аға мына қуаныштымыз, елдің атынан қуаныштымыз. Мына аудан басшылығы бастап мынау шекарадан құтып алып, қолының келесінде бар жасап жатыр. Қашанда біз қызмет етуге дайынбыз. Мынау жаңағылар ауылымыздың егесі жатыр. Осында бөліскелерін береппін. Қаншама туыстарым, сондықтан ұмытпаймын. Асу бауырым саған сәттілік тілеймін, денсаулығың мықты болсын. Қашанда биіктеріне көрінеді.
елдің қазақ елін таныту үшін қашанда көтеріледі. Ассалаумағалейкум аға. Аллаға шүкір еңбектеріңіз жағынан ауылына келдік. Асу елдің адамы, халықтың адамы иншалла. Армандаған UFC-дің пойызын күтеміз. Сол қазақ елі күтті иншалла. Енді осы үлкен кісілердің батасын алып, Асуда халықтың адамы болғаннан кейін не дейміз енді. Чемпион бола берсін, толықтық. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Алдымен Аллахқа рахмет, сосын сіздерге, осындай бізге бауыр сыйлағандарыңызға. Енді осы үлкен кісілердің айтқан, айтып жатқан туған тілектері, баталары, керісінше қуана шамсын, иншалла чемпион болатын болады. Құдай қаласа осы ауылға чемпиондық көзбен келу нәсіп етсін. Жаңаталап ауылында ақ түйенің қарны жарылған күн болды. Бұл бір Жаңаталап емес, аудан емес, облыс емес, бүкіл қазақ еліне мақтаныш болды мына Асу бауырымыз. Асу саған тілеріміз тек алдағы уақытта жеңіс, ауылға осындай қуаныш сыйлап, мына Абай ағамызбенен Алмай атамызды әрқашан естіп қуанта бер. Тек жеңісте бас қоса берейік, тек жақсылық болсын, қуаныш болсын. Саған жеңіс тілейміз. Түнгі сағат 5-дің кезінде асаудың жеңісінше біліп, осы ауылға таратқан едім. Ертесіне үйге Алмекеңнің ортын басына келіп, жеңгемен ағамның қолынан құттықтап кеттік. Асаудың бұл жеңісін енді қалай бағаласа да үлкен жеңіс. Бұл ережесін жекпе-жек дегеннің өзі заңы қатал, ойын спорт, бұған төзімді ғана жігіттің жігіті жетіп, біздің асауымыз осы жеңіске жетіп, бәрімізді қуанып отыр. Алмеке, мына немереңіздің жеңісі құтты бола берсін, жеңіске жетсін. Әлі Жаңаталапта жаңағы ОКС-тің чемпионшып деген атаққа ие болайық, соған куә болайық. Біздің Асудың жеңісін тойлап жатырмыз ғой. Асу бұл бір жеңісі емес, қалай біздің өзіміздің Қазақстан емес, шет елдерді бағындырып, өзін көрсеткен жігіттің бірі. Аллах тағала бауырымызға денсаулық берсін. Менің айтарым, бұл біздің өз еліміз бағалайсы екен деймін. Шет ел емес, өз еліміз бағалап, тақта отырған кісілердің құлағына жетіп, мына өсіп келатқан жастарды көтерсе екен деймін, бағаласа екен деймін. Бар айтарым сол болып тұр менің. Сол биікте отырған адамдар бағалап жастарды солға көрсетсе екен деймін. Шет елдер бағалай бермей, шет елде уже біз білеміз, Асу Америкада қаншама дайындықтарда болды, қаншама басқа елдердің бәрінде уже болып, жеңісін алып, көрсеткен азамат. Сондықтан да мақсатына жетсе екен дейміз, арманына жетсін бауырым. Бала шағалар аман болсын, Қазақстанымыз биіктен көріп, жастарды бағалай берсін дегім келеді. Аман болайық, аман болайық. Дәл осылай ортадан шыққан азаматты әркез қолдап жүрсек, азаматтардың да осы туған жер үшін, туған ел үшін аянбай қызмет етері анық. Алдында әлеуметтік желі осы кездесу болып салған кезде бір пікірге көз салдым. Оны Асу көрді ма, көрмеді ма білмеймін, бірақ дәл қазір оқып берейін. Бір кісі пікір жазып, осындай кездесу болып деп қалада болды, ыстырып қалада болды, соның алдында әлеуметтік желіге жариялаған кезде мынандай пікір түсті. 06-08-2023 жыл немерем дүние есігін ашты. Түнде әлемдік аренаға шыққан сәтінде туылды. Соған орай есімін Асу деп атадық дейді. Алла қаласа Асудай азаматтар көп болсын. Алла тағала өзі разы болып екілерін бақытымен жақсылық берсін. Тек жақсылық болсын. Қымбатты ағайындар, ел жұртым, мына менің немеремнің осындай жақсатқа ілігіп, Құдай шығар абырой беріп атқан, сол баламның абыройлы болғанына, халқы қуанып атқанына мен өте ырзамын. Құдайға да ырзамын. Болды. Балам бақытты болсын. Аңсаған армандарына жете берсін. Көшербай деген інісі бар тұғын.
Енді сол Сарыевтің үлкеніне Қалдыкеңнің бір қызы Мейірхан келіп менен сұрап. Құрметті көпшілік қауымына жиналып отқан менің Асылтайымның әрқашанда биіктен көріне берсін, дені сау болсын, халықтың елдің қалауыменен арманына жете берсін, халықтың баласы, халық тілеуін тілеп жатыр. Әрқашанда дұғада болып отырдық. Балаларым бақытты болып осы балаларының ортасында біз атасымен екеуміз шауып жүре берейік. Әке шешесі аман болсын. Дендері сау болып, аспандар ашық болып, халқымыз тыныш болсын біріншіден. Денсаулықтары мықты болып, өзінің отбасында семьясының бала-шағасы аман болып, сол семьяны алға қарай сүйреп, дендері саулықпенен кішкентайлардың қызығын көре берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, ардақты Алталаштың құрметті азаматтары, ауылдан мынау айтқан ғой, мынау Алталаштың туын желбіретіп жүрген олым асуымның осындай үлкен белеске жетіп, биікке жеткен спорт әлеміндегі сара жолын саңлағы шыңырауына жеткен қадамың UFC-дегі алғашқы қадамың Алла асуым құтты болсын. Алла осы ауылға, осы Алталашқа UFC-дің алтын белбеуін әкелуді Алла нәсіп етсін, қабыл етсін. Алланың разылығы үшін осы елімізді, жеріміздің амандығы, ынтымағымыздың бірлігі, билікте тұрған үлкен басшыларымыз, президенттерімізге және осы әкім бол, халқыңа жақын бол дейді. Осы халықтың арасында уақыт бөліп келіп отырған осы ауылдың атқамінерлері, азаматтары сіздерге мың алғыс. Алла еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, ауылдың жастары, ауылымыз өркіндей берсін, өссін, өнсін, көк байрағымыз әрдайым мәңгілік жел берген, мәңгілік еліміздің мәңгілік егеменділігі тұғырлы баянды болсын. Бүгінгі әке шыққан шыңырауыңыз, атаға абыройыңыз, анашым сіздерге құтты болсын. Сіздердің жолдарыңызды бізге жұғысты қылсын. Алла осы жерде отырған асудың осы жиында біздің қара шаңырағымызға келген әрбір қонақтардың отбасына береке, табысты жыл болсын. Берекелі отбасыларыңызда осындай UFC-дің чемпиондары өрлеп өсе берсін, өне берсін. Той құтты болсын. Жиналған көпшілік, барлықтарыңызға бірінші алмасыздар ма? Екінші, осы асудың осындай шыңға шығып жатқаны сіздердің дұға тілектеріңіздің арқасы. Осы елдің халықтың дұғасы деп ойлаймын. Енді барлық жақсы сөзді бағанан бері өздеріңіз айттыңыздар, бәрі қабыл болсын. Бәрі жақсы сөз папамен мұңды айтып жатыр ата-анамыз. Біз одан артық әңгімеміз жоқ, енді бәрі қабыл болсын, құтты болсын. Сіздерге көп алғыс, рахмет. Жаратқан ием құдірет күшті Алла. Бәрінен бұрын елімізге Алла тыныштық, бейбітшілік өмір бере көр. Патшамызға парасат бере көр. Басымызға амандық, денімізге саулық бере көр. Өсіріп отқан ұрпақтарымызға Алла жолыңды бере көр. Кеткендерге иман, тірілерге Алла несібе беріп, дастархандарымыз осындай жақсылыққа тек қуанышқа зайғыза көр. Мынау баламыздың бүгін жеткен жетістігіне Алла ұзағынан қылып, жасын ұзақ қылып, вақытын зор қылып, болашағын аман есен тек абыройлы іске бастай бер. Амин, Аллаху акбар. Құрметті қазақ елі, Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңаталап ауылының барлық қазақтарымызға, ағайындарға, туыстарға құтты болсын. Асу баламыздың UFC-ден жеңісі UFC-дегі. Алар асу биіктері әлі алда. Белбеу, алтын белбеуді алып келеді деген ойымыз бар. Құда қаласа сол арманына жете берсін баламыз. Неғылдейміз барлықтарымызға, қазақтарға осындай жеңіс тілейміз. Жеңіс құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Асудың өзін туып өскен жеріне, ауылына келіп қалдық. Жақсы қарсы алып жатыр. Аталары Аллаға шүкір айтып жатыр. Иншалла енді пойызбен келу нәсіп етсін. Құдай қаласа.
Енді UFC'дің поясын алып келеміз иншалла. Амин. Дұғада болыңыздар қазақ елі. Сізге рахмет. Әр моментті бермей. Жақсы рахмет. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына жеңісіміз құтты болсын әрқашан. Біздің көк байрағымыз желбіреп, қазақ елін таныта берсін, қазақ елінің ынтымақта болсын. Әрқашан биіктен көрініп, асу баламыздың жеңісін тойлай берейік. Әрқашан UFC-дің несін белбеуін алып келсін өз салмағында. Мына Асудың апасы боламын. Асу бауырым, Асудан асып, жеңістен қазақтың көк туын желбіретіп, Асулардан асып, мынау UFC-дің алтын белдігін алсын деп тілек білдіремін. Соған Алла Құдай нәсіп етсін, аман болсын бауырым. Жеңіске жете берсін, тойлай берейік жеңісті. Асудың жеңісіне өте қатты қуанып отырмыз. Осы жеңісі атасы мен апасының, әкесі мен шешесінің арқасында, солардың қолдауымен, солардың демеуімен жақсы тәрбие беруіне байланысты солай үлкен жеңіске жетіп отыр. Бұдан да үлкен жеңіске жете берсін. Алтын белгі алсын. Мен Асудың жеңгесімін. Кішкентай кезінен көріп өскен, өте тәрбиелі, салмақты бала. Тек қуанышына, қызықшылығына қуанамыз. Тек тілекшіміз біз. Алда да жеңісі көп болсын. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мынау бүгін біздің Асу ініміздің жеңісі құтты болсын. Тек қана алға Асу. Осындай жеңістерден, белестерден көріне бер. Алға Асу. Ассалаумағалейкум. Мына жеңісіміз құтты болсын. Жеңістен жеңіске жете берейік. Асу баламыздың жеңісін әрқашан тойлай берейік. Амин. Ал. Мынау көпшілік мынау бәрімізде қуанып, жүрегіміз толқып, мынау Асу бауырымыздың жеңісін тойлап атып, әрқашанда Асу бауырымыздың биік белестерден шыңдарды бағындырып, сол UFC-дің чемпионы болуға Алла нәсіп етсін. Біз тек жақсылыққа, сол қуанышына бөлісіп жүре берейік. Амин. Асу балама жеңіс тілеймін, дені сау болсын. Туған елін келіп қуантып жатыр. Әлгі туған жердің топырағы ыстық дегендей, туған жеріңе туыңды түк дегендей, мінекей бүгін мұхиттың арғы бетіндегі желбіреткен туын туған жеріне кеп тігіп, туғандарын қуантып атқар. Жеңістен жеңіске жетсін. Мына Асу баламыздың жеңісі құтты болсын, жеңістен жеңіске жете берсін. Бүгін мына ауданда үлкен іс-шара өтті. Асу баламызға көп рахмет. Мұхиттың ар жағынан келіп, бүкіл туды желбіретіп, Қазақстанның байрағын көтеріп, жалды белді азамат болды. Әрқашанда осындай алдыға жүре берсін. Бәріміз аман болып, жақсы болыңыздар. Жүре берейік. Ассалаумағалейкум. Мынау Асу ініміз осындай биіктен биікке көріне берсін. Әрдайым денсаулығы мол болсын. Осындай жеңістен жеңіске жетіп, Қазақстанның несін көтере берсін, туын көтере берсін. Аман болсын. Асу бауырымызға тек қана алға ғой. Тілектес боламыз. Денсаулығы мықты болсын, салмақ болсын. Тек қана алға. Ассалаумағалейкум. Құрметті тележүргізушілер. Бүгінгі біздің Асу Алмабаев бауырымыздың бүгінгі ауылға деген өзінің туған жеріне деген ыстық тілегімен осы ауылға өрлетіп келді. Бізге Асуға деген ниеттеспіз, тілектеспіз, жүректеміз, дұғадамыз. Асу тек қана биік белестерден бағындыра берсін. Қандайсың, мынадайсың. Құдай бере саған. Үйде келіншегім босанған. Құтты болсын. Ал Асу мынау жеңісің құтты болсын. Алда әлі талай жеңістер күтіп тұр сені. Биік белестерден көріне бер. Жеңісің құтты болсын бауырым Асу. Әрқашан биік шыңдардан көріне бер. Еліміздің мақтанышы болып жүруін тілектеспіз. Асу бауырым биіктен көріне бер әрқашанда. Жеңісің құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін. Асу бауырымызға рахмет. Осындай қазақ елін қуантып, өзіміздің ауылға келіп осындай көрме ұйымдастырып, әрдайым осындай Алланың назарында болсын, осы UFC-дің чемпионы болсын. Біз қазақ елі соны қолдаймыз. Алға бауырым. Асу бауырымызға қуанып атқан жағдайымыз бар. Асу бауырымызға молодец, красавчик дейміз. Жеңісі құтты болсын. Жеңістен жеңіске жете берсін. Алла осы асуымыздың
жеңісін көруді нәсіп етсін алдағы күндерде. Аумин. Ал Асу ағаның осы жеңісі құтты болсын. Жеңіс тоқтамасын, жене берсін. Алла қаласа Аллахтың қалауымен UFC-дің пойысын осы жерге алып келетіндей қылсын. Аумин. Құрметті Сарысу ауданының халқы, тұрғындары, ағайын бауырлар, жора жолдастар, туыстар, біздің ауданымыздан шыққан Асу Алмабаев бауырымыз Америкадан жеңіс тұғырынан көрініп, қазақтың көк туын желбіретіп, біздің жүзімізді жарқын етіп қуантты. Баламыздың жеңісін көріп, қуанбаған адам қалған жоқ. Барлығы бір кісіде қуанып, ұйымшылдықпен телевизордың алдынан әлеуметтік желіден көріп отырдық. Баламыздың жеңісіне бүкіл аудан халқы құрметтеді. Аудан әкімшілігі, жора жолдастары кездесу өткізіп, өздерінің сый-сияпаттарын, құрметтерін көрсетті. Біріншіден мына біздің аудан әкімшілігіне өте үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Мына Астана қаласында Бөгенбай Нұрболат деген бауырымыз бар. Сол бауырымыз осы жұмыстың ұйымдастыруына өте үлкен ықпал етті. Сондықтан Нұрболат бауырымызға Алланың нұры жаусын дейміз. Болар айры Асудың шығар асуы, алар биігі әлі алда. Біз Асуға сенеміз. Біз Асуды әлде болса талай жеңістердің куәсі боламыз деп өзіміз жүрегімізбен толып тұрып сенеміз о кісіге. Жеңіс тілейміз. Бірінші Алла, екінші ата-бабаларымыздың әруағы қолдасын. Біздің Сарысу ауданының халқының атын, ауданның атын жақсы жағынан көрсетіп, елге үлгі көрсетті. Осы Асу баламыздың жолын артынан еріп келе жатқан жас ұрпақтарға өнеге ретінде, үлгі ретінде бере берсін. Ауданымыздың арты, даңқы өсе берсін. Сондықтан бұл баламызға ақ жол тілейміз, өмірлі ғұмырлы болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Осында баламызды көтеріп атқан халқымызға, аудан әкімшілігіндегі азаматтарымызға үлкен алғысымды білдіремін. Қаяқта жүрсе де аман жүрсін, ақ жол тілеймін.